Қош көрдік қазақ елі. Мынау келген жаңа жыл барша қазақ еліне қуанышын, мерекесін, берекесін ала келсін. Біз кішкене тұмауратып қалып, бір жұмадай шығамай қалдық. Бүгін біз енді кішкене кеуіліміз жайланып, кішкене дұрысталып, мынау қойдың басын, ақсақалдардың, қариялардың сыйлы қонақтарына қалай тарту керек, соны сіздерге мен бүгін шама шарқым жеткенше жеткізгелі отырмын. Мынау көп жерлерде қойдың бастарын далаға тастап жатқанын көріп жүрмін. Ауылда да осындай белең ала бастапты. Міне қойды осылай үйтсеңіздер басын керемет болады. Мынау міне арнайы құрылғы. Енді біреудің үйінде болар, біреудің үйінде болмас. Бірақ қазір заман әбден дамыды ғой. Кез келгеннің үйінде болу керек қой деп ойлаймын. Міне осылай үйтсеңіздер бас таза үйтіледі. Енді ана отқа салып та үйтуға болады. Енді мына пышақпенен қырнап тұрып, жақсылап осылай үйтіп болғаннан соң апарып шараға салып тұрып, ыстық суды салып, жуып, жағын ажыратып, жағын ажыратуды да қазір көрсете кетемін. Сонан соң бездер болады. Міндетті түрде бездерді алып, әбден тазалап, сосын қазанға салып, жақсылап тұрып асу керек. Енді мен білмеймін, өзім білетін, көрген жерлерімде басты бөлек асады. Мынау кішкене кейбір адамдар иісі бар деп ертең ауқатқа мін тағуы мүмкін, сондықтан бөлек асылып, бөлек дайындалады. Басты жағын ашып болғаннан кейін астыңғы жағын бұл ауылдағы келіндер, бір-бірімен абысын болып жүрген, қызмет жасап жүрген келіншектерге беріледі. Ал енді бастың бір құлағын кесіп алу, сол құлағын, ол бұрыннан келе жатқан үрдіс, әсіресе біздің оңтүстікте осы мынау Тараз, Жамбыл, Мерке, одан ары мынау Шымкент қаласы, Шымкенттің айналасы солай таратады басты. Ал мынау қазір алып жатқан жерде таңлай, бұл таңлайды бұзы жас қызға, әсіресе қыз баласына әнші болсын, тілі тез шықсын деген мақсатта. Мынау көзді берген кезде, көзді осы ең жақыным бір-бірімізді көріп жүрейік деген ниетте. Ана желкесін кесіп беріп жатады біздің оңтүстікте. Мынау желкең мықты болсын, жұмыр, мықты азамат бол деген. Міне басты қоқысқа тастамаңыздар, қымбатты ағайындар. Бұл бас деген біздің ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүр ғой. Бұл басты үлкен қариялардың өте үлкен сыйлы, керек десеңіз табақтың бірінші бас болып тартылады. Басты қосып жамбаспенен құдаға да тартуға болады, ауылдың қарияларына тартуға болады. Сондықтан басты лақтырмаңыздар, қымбатты ағайындар. Бас деген ол үлкен құрметті сыйлы қонақтарға қойылады ғой. Ал қымбатты ағайындар, қымбатты қазақ елі, осындай ет дастархандарыңызда тола болсын, ас ауқат, әр уақытта ұрттарыңыз майлы, кеуілдеріңіз жайлы болсын. Мынау басты құрметтеп, қалада болсын, далада болсын, осылай үйтіп, бөлек қайнатып, қонақ алдына ұсынсаңыздар болады.